Сәлем достар, сіздермен Нұргүл Жарамазан қызы. Бүгін ағаш үйді краскілейтін боламыз. Мен мына үшінші ағаш үйде оюды карандашпен сызып, маркермен бояйтын боламын. Мына ағаш үйді біреуін қара түспен, біреу ақ түспен бояп алған болатынмын. Оны жақсылап кептіріп, енді қара ағаш үйдің сыртын бронза цветпен бояйтын боламын. Щетканы краскіге батырып, үстіндегі барлық краскасын картонға жауып бояғанда әдемі бір тегіс болып түсетін болады. Барлығын осылай бронза цветпен бояп, оюларын золотистый цветпен бояйтын боламын. Бронза цветпен бояп болдық. Енді золотистый цветпен оюларын бояйтын боламын. Менің қолданып отқаным акриловый краска. Ол бір жағынан боясаң, екінші жағы тез кебетін болады. Менің ағаш үйім болды, өте әдемі шықты. Енді келесі ағаш үйімді бояйтын боламын. Келесі ағаш үйіміздің оюларын розовый түске бояйтын боламын. Өзіңіздің ұнаған түстермен боясаңыздар болады. Міне менікі өте әдемі шықты. Менің видеом ұнап жатса, маған лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліңіздер.